Ақселеу Сейдімбек ғылым тарихындағы көрнекті тұлға, қазақ санасын сілкіткен рухани шамшырақ. Жазушы көп тақырыпта қалам тербеген, соның бірі аңшылық, зерде әңгімесі. Мұнда түлкінің өзгеше әрекетін бақылаған кейіпкер суреттеледі. Ол судың ортасына дейін сиырдың жапасын тістеп кеп, оны өзі суға сүңгіп алғаннан кейін суға тастап кете барған түлкінің әрекетін түсінбей аң-таң болады. Сөйтсе өзінің қызыл шақа күшіктерін бүргеден қорғау үшін жасап жүрген айласы екен. Әрине, табиғаттың кереметі шексіз ғой. Кейде ондағы құбылыстар сізге өмірге басқаша қарауға үйретеді. Кейде табиғат жыртқыштарының мінез әрекеті сізге ой салады. Қайткен күнде де хайуанаттардың өзіндік орныққан дәстүрі бар тіршілігі түйсік пайымға шақырады. Нағашы, сонда тезек тістеп суға түсу қалай? Бұның мәнісі неде? Түлкі күшіктерін емізгенде бары бірге өзіне жабыспай ма? Ал одан арылу үшін қу тезек тістеп суға түссе, дымқылдан қашқан бүргелер қалқып жүрген ақ жапаға ауыспақ. Бүйтіп қарекет етпесе, аш бүргелер түлкінің қызыл шақа күшігі былай тұрсын, сені де талап өлтіруге шамасы келеді. Аңшылықты көп кәсіп еткен қазақ аталарың түлкі түгінен жазған деп дұрыс айтқан ғой. Түлкіде жүнінің әдемілігінен басқа жазық жоқ. Онан ақылды, онан сүйкімді аңды өз басым әлі күнге дейін көрген емеспін. Зерде әңгімесінде жыртқыштың әрекеті арқылы оның баласына деген мейірімін, қамқорлығын көруге болады. Сіздерге оқуға кеңес береміз.